Хана Траппені Норвегияның Саннес қаласындағы танымал баспалдақтары 306 бетонды басқыштан тұрады. Олар 1950 жылдары жергілікті тұрғындардың бастамасымен салынған және сол уақыттан бері спорттық жаттығулар мен демалыс үшін кеңінен қолданылады. Қанша уақытта 306 баспалдақпен көтерілуге болады деп ойлайсыз? Бұл расында оңай емес, бірақ көрініс бәріне тұрарлық. Біз 12 минутта көтерілдік. Баспалдақтардың жоғарғы жағынан қаланың әдемі көрінісін тамашалауға болатын бақылау алаңы орналасқан. Сонымен қатар, мұнда жыл сайын Хана Траппені атты жарыс өткізіледі. Бұл оқиға қатысушылар мен көрермендер арасында үлкен қызығушылық тудырады. Хана Траппені атауы Хана және Траппені норвег тілінде баспалдақтар сөзінен шыққан. Хана Саннес қаласының бір бөлігі, ал Траппені дегеніміз жай ғана баспалдақтар деген мағынаны білдіреді. Түнде баспалдақтар жарықтандырылатындықтан адамдар кешкі уақытта да еркін серуендеп спортпен шұғылдана алады. Жергілікті тұрғындар бұл жерді спорттық дайындықтар үшін пайдаланады. Баспалдақпен көтерілу жүрек қан тамыр жүйесін нығайтып, дене төзімділігін арттыруға көмектеседі. Бұл әсіресе жүргізушілер мен велосипедшілер үшін керемет жаттығу орны. Жыл сайын мұнда баспалдақпен жүгіру жарысы өтеді. 306 баспалдақ тек биіктік емес, өзіңді сынау мүмкіндігі. Жоғары шыққан сайын көрініс әдемірек болады. Сіздің қалаңызда осындай ерекше орын бар ма?